Бекзат аға, мынау сіздің керемет өлең оқитыныңызды білеміз, естіп жүрміз, тыңдап жүрміз. Сол бір керемет өлеңдеріңіздің біреуінен бізге жолдасаңыз, арнасаңыз. Асылмұра өнер орталығында тұрып, бүгін Мейіржан Әлбек бауырымыздың «Тәубеңе кел» деген өлеңін оқып берейін Ақжыл. Таудан биік секілденіп талғамың, ардан биік секілденіп арманың, пенделікпен ұмытасың тәубеңді, сынағына шыдай алмай Алланың. Аймен күнге өптіргін кеп шекеңді, көрмедім деп өкпелейсің шетелді. Тәубеңе кел, шетел түгіл зағиптар, көр алмайды өз туған мекенді. Қошеметті көрмесеңіз несі бар жағдайды ақиқатпен шешіп ал. Жылы сөзді естімеген кезіңде керең болып туғандарды есің ал. Тәубеңе кел, пенде болсаң есі бар, сабырсыздар қадірсіз боп тосылар. Дүниеге қолың жетпей қалғанда, қос қолы жоқ пенделерді есің ал. Бақыт мәңгі тұрсын десең басыңда, қанағат қыл, ашуланба, тасынба. Көлгім жоқ деп ренжуің бекерлік, аяғы жоқ адамдардың қасында. Топ алдында төргөзгің кеп төтеден, тым болмаса айтпадым деп екі өлең. Ақын болып тумадым деп налыйсың, мылқау болып туғаныңда не терең. Құлақ түріп әркім айтқан пікірге, бейберекет бойырасың күпірге. Таумен тасқа соға бермей басыңды, аман есен жүргеніңе шүкірді дейді. Ой, рахмет Бекзат аға, Алла разы болсын сізге. Сендерге де Алла разы болсын Ақжол.